Қойшыбек мүбәрак перігөші 4-ші бөлім. Мен жеңгеңді дуамен ұстап қалған ем. Мен кеткен соң оған да қиын болар анық. Шамаңша күтерсің. Сосын мені елден оңаша анау етектегі 5 баспақ төбенің басына апарып жерле. Оның барлығын түсіндіріп жатқанға қазір шамамда келмес. Маған жалғыз жату бұйырған. Деп сарнап жатып сылқ ете түскен. Өлгеннің артынан өлмек жоқ демекші. Жылай-жылай жүріп, екі үйдің де ауыртпашылығын өзі көтерген. Жанына балаған, жарының мезгілсіз қазасы жеңгесін мұрт сындырған. Бала-шағасына да ас-суын әзірлеп бере алмай қалды. Есі кетіп, әйтеу меңірейіп отырады да қояды. Сәлімнің жылын беріп, арада 10 шақты күн өткен соң, бір күні таңғы шайда жеңгесі кәдімгідей есіне келіп, арнайы Мәлікті шақыртып, қасына отырғызып алып: «Тентек қара, мен де сендерге көп салмақ салып жібердім-ау. Басымнан бір бәле қысып, жібермей-ақ қойғаны. Ана ағаңның алаяқ атын әкеп ерттеп берші. Құбағорым жаққа барып, сергіп қайтайын. Осы кезде Мергенсайдағы жұртты бір көрсем деп ем. Сосын Сәлімнің басына барып қайтсам деген ем», деп өтінді. Жеңгесінің есін жиғанына қатты қуанды. Десе де, сол алаяқ атты мінем дегеніне іштей қосылмаса да, еш нәрсе айтпады. Жыл бойы тұлдап отырған сол алаяқ атты жеңгесі жылына да сойдырмай Көкайдырғыды сойдырған еді. Міне, ағасы қайтқалы жеңгесі екінші рет есін жиды. Әдетте тұз жеуге күнде келіп сүйкеніп тұратын алаяқ бүгін қашаған болып шыға келді. Түс ауғанша ақ тер көк тер болып қанша қуғанымен ұстатпай-ақ қойғаны. Үйге қарай қайтып келе жатқан оның алдынан енді жетілерге келіп қалған ағасының үлкен ұлы шықты. Жүгіре-жүгіре әбден алқынып, аузы құрғап қалыпты. «Кіші аға, әйем жіберді. Сені тез кел деп, апам жаяу кетем деп жатыр». Ат үстіне баланы іліп алған ол үйге қарай тасырлатып шаба жөнелді. Бала-шаға барлығы сыртта тұр екен. «Жәнем бізге күш бермей кетіп қалды», деп келіншегі жылап тұр. Жәми жеңгесін Жәни деп атайтын. «Қап деген-ай, қалай кетті? Айыр төбе жаққа». Алдындағы баланы жерге түсіре сала енді сол айыр төбеге қарай шаба жөнелді. Арлы-берлі бұра тартар жол жоқ. Екі жағы қалың қарағайлы, тік беткей жалғыз сай. Ол айғайлап, шақпылап келеді. «Және, жеңеше! Және, жеңеше!» Күн ұясына кіре бере былтыр ағасы жығылған қорымға да жетті. Енді астындағы аты тік шапшып алдыға баспай қойды. Анадайда жеңешесін көріп қалғандай болды. Атты қаңтара салып жаяу бармақ болып оқталып еді. Жеңешесінің қасында қараңдап тағы бірдеңелер жүрген сықылды болды. Енді ары барғанға жалғыз өзінің жүрегі дауаламай, қасына біреулерді ертіп алмақ болып, ауылға қарай қайта шапты. Ауылға келіп, жақын отырған үйлерге 5-6 жігітті ертіп алып, қайта айыр төбеге жеткенде таң атуға аз-ақ қалған еді. Қорымның тура ортасында үлкен қылып от жағып, соны айланып жүрген Жәмидің қасынан ешкім бара алмады. Тек таң атып, күн шыққанда лаулап жанған от сөнді де, Жәми бүйірін шеңбектеп бір жағына қарай жантайып жата кетті. Жігіттер енді еш нәрсеге қарамастан бірден Жәмиге қарай ұмтылысты. Қасына жетіп барғанда талықсып жатқан Жәмиді тек іш киіммен ғана тауып алды. Түнімен лапылдаған оттан еш белгі, бір түйір күл де жоқ. Тек Жәмидің астында борпылдаған күл. Тек айналада шұқаттың түбінде електеніп Жәмидің сырт киімдері жатыр. Асығыс сырт киімін кигізіп, ес-түссіз жатқан әйелді 4 жігіт ауылға қарай әкетті де, енді екеуі қорымнан ары өтіп, Тасбұлақтағы ауылдарында жүр деген бақсыны шақыртып келмекке кетті. Жалғасы
Бар.